Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осылай үйдің сүзбесімен сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Алдын ала мен онды електен өткізіп алдым. Сары майымызды теркадан өткізіп, осылай крошки қалпына келтіреміз. Қолмен жақсылап бұқалап. Дайын болған крошкилардың үстіне жұмыртқа, қант және разрыхлитель салатын боламыз. Және кішкене араластырып қоямыз. Комментарийда жазып қалдырыңыздар, сіздер қандай бәлішті жақсы көретіндеріңізді. Келесі рецепт сіздердің қалауларыңызбен жасайтын боламын. Осылай араластырамыз кішкене, және мен үйдің айранын қостым. 2-3 қасық қоссаңыздар жетеді. Және жұмсақ қамыр дайындадым. Осылай әдемі қамыр болды, және 2 бөлекке бөліп алдым. Кішкентайсын тоңазытқышқа тоңдырып қойдым. Енді екінші мискамызға творог салдым. Менде қолдың сүзбесі, қант және бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Қаласаңыздар блендермен де езіп алсаңыздар болады. Мен төгір-төгір болып тұрған жақсы көремін. Енді листімізді алып, үлкен қамырымызды жайып аламыз. Бортики дайындаймыз. Және творожный массамызды салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Осы кезде духовканы қыздырып қойған болуымыз керек, 180 градуста. Үстіне мен теркамен қалған қамырымызды теркамен шығардым. Және кішкене қамыр қалды, оның шетіне жайып шыға салдым. Осылай пирогымыз дайын болды, күшті болып шықты. Қыздар, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар.